Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен 5-ші сыныпта математикасының жай бөлшектерді және аралас сандарды көбейту тақырыбын өтетін боламыз. 573-ші есептен бастайық. Бұл есепте бізде ауызша есептеңдер деген. Алдымен мына бөлшекке біз қосу керекпіз 17-ден 2-ні. Бөлімдері бірдей болғандықтан сол бөлімдегі тұрған санды ортақ бөлімге жазамыз, алымдарын қоса саламыз. Сонда 16 болады. Келесі осы саннан азайтамыз 17-ден 3-ті. Енді алымдарын азайта саламыз, бөлімдері бірдей болып тұр, алдындағы сандарды азайта саламыз. Енді осы саннан тағы да азайтамыз 17-ден 8-ті. 17-ден дәл жаңағы метод бойынша, тәсіл бойынша 17-ден 5 болды. 17-ден 5-ке қосамыз 17-ден 6-ны. 17-ден 11 шығады. 17-ден 11-ден азайтамыз 17-ден 9-ды. Сонда 17-ден 2 шығады. Бұл бірінші есеп болады. Ал енді екінші есебіміз. 8-ден 1-ге қосамыз 8-ден 5-ті. Сонда бұл 8-ден 6 болады, қысқартатын болсақ, 2-ге қысқартып тастасақ, 4-ден 3 шығады. 4-ден 3-ге қосамыз 4-ден 1-ді. Ол 4-ден 4-ті береді. 4-ден 4 деген ол 1-ді береді. Алым мен бөлімі бірдей болса, оны 1 дегенді білдіреді. Енді осы 1-ден бір санынан азайтуымыз керек 5-тен 2-ні. Бір санын біз мына келесі бөлшектің бөліміне қарап 5-тен 5 деп алсақ та болады. 5-тен 2 дейміз, 5-тен 3 қалады. Енді 5-тен 3-ке қосамыз 5-тен 1-ді. 5-тен 4. 5-тен 4-ке қосамыз 5-тен 3-ті. 5-тен 7 шығады екен. 5-тен 7. Бұл араластан түрінде 1,5-тен 2 саны. Енді үшінші есеп. 9-дан 2 қосылған 9-дан 1. Бұл бізде 9-дан 3-ті береді. Бұл жақта есептердің барлығы қайтадан еске түсіріп өткен бөлімдері бірдей. Сондықтан да біз алымдарын ғана қосып, немесе азайту керек болса, азайтып кетіп жатырмыз. Ал енді осы бөлшек қысқарады, 3-ке қысқарады, сондықтан 3-тен 1 деп жазамыз. 3-тен 1-ге қосамыз, енді 3-тен 2-ні. Бұл 3-тен 3 деген бөлшек, бұл 1-ді береді. Келесі 1-ден азайтамыз 7-ден 2-ді. 1 дегенді біз мына келесі бөлшектің бөліміне қарап 7-ден 7 деп алсақ болады. 7-ден 2-ні азайтамыз. Ол 7-ден 5-ке тең. Енді 7-ден 5-ден азайтамыз 7-ден 4-ті. Сонда ол 7-ден 1 қалады. 7-ден 1-ге қосамыз 7-ден 6-ны. Ол 7-ден 7 болады. Ол бізде 1 деген сөз. Енді төртінші есебіміз 10-нан 3 азайтылған 10-нан 1. 10-нан 2-ні береді. Екеуі де 2-ге қысқарады, 5-ден 1 болады. 5-ден 1-ге қосамыз 5-ден 4-ті. Ол 5-ден 5. 5-ден 5 деген 1-ді береді. Енді 1-ден азайтамыз 6-дан 1 деген. 1 дегенді 6-дан 6 деп жазамыз. 6-дан 1-ді азайтсақ, 6-дан 5 болады. Енді келесі 6-дан 5-ден азайтамыз. Так, 6-дан 3-ті. Шатасып кеткен жоқ, дұрыс. 6-дан 3-ті. Сонда ол 6-дан 2 болады. Қысқартатын болсақ, екеуінде 2-ге 3-тен 1 қалады. 3-тен 1-ге қосамыз 3-тен 2-ні. Сонда бізде бұл 3-тен 3 болады. Жауабы бізде 1 болады екен. Осымен біздің бірінші 573-ші есебіміз аяқталды. Енді келесі есепке көшейік. 574-ші есепте ауызша көбейтіндер делінген екен. 2-ден 1 көбейтілген 3-тен 1. Бұл жерде қысқаратын бөлшектер жоқ болғандықтан алымын алымны, бөлімін бөліміне көбейтеді екенбіз.
бөлімне көбейтем, 2-ні 3-ке көбейтем, 1-ді 1-ге көбейтем. Сонда 6-тан 1 шығады екен. Келесі екіншісі 8-ден 3 көбейтілген 4-тен 3. Мұнда да қысқаратын бөлшектер жоқ. Яғни алымы мен бөлімінде тұрған сандар қысқарады ма, соны тексереміз. Яғни қысқарып тұрған жоқ, бөлініп тұрған жоқ бір-біріне. Онда біз бөліміне көбейтеміз, алымын алымына көбейтеміз. 32-ден 9. Үшінші есеп 5-тен 2 көбейтілген 4-тен 3. Мұнда қысқарады екен 4 пен 2. Екеуін де 2-ге қысқартсақ, мына жерде 1 болады, 2-ні 2-ге бөлгенде 1, 4-ті 2-ге бөлгенде 2. Басқа қысқаратын сандар жоқ. 3 пен 2 қысқармайды, 3-тен 5 қысқармайды, 1 мен 5 қысқармайды. Сонда 5 көбейтілген 2, 1 көбейтілген 3, ол 10-нан 3 болады. Енді келесі 4-ші есеп. 10-нан 1-ге көбейтеміз 9-ды. Мұнда да қысқаратын сандар жоқ. Онда мына бөлшекке натурал санды көбейткен кезде, ол натурал санды алымдағы санға көбейтеміз да, ал бөлімін сол күйінде жазамыз. 5-ші 7-ден 5 көбейтілген 2. Мұнда да қысқармайды. 2 мен 7 мысалы қысқармайды, 5 пен 7 қысқармайды. Сондықтан 5-те 2-ге көбейтіп, алымына көбейттік, ал бөлімдегі санды өзін жаздық. 6-тан 1-ді көбейтеміз 7-ден 5-ке. Мұнда да қысқармайды екен. Сондықтан сіздерге түсінікті болу үшін былай жазып жатырмын. 42. Так, 7-ші 10-нан 7-ні көбейтеміз 4-тен 3-ке. Мұнда да қысқармайды. 7 мен 4 қысқармайды, 3 мен 4 қысқармайды, 10 мен 3 қысқармайды, 7 мен 10 қысқармайды. Яғни ешқандай сандар қысқармайды. Сол себепті көбейтіп жазуға тура келеді. 7-ден 3 көбейтілген 5-тен 2. Мұнда да қысқармайды, қарасаңыздар. Сонда 35-тен 6 болады екен. Енді келесі 575-ші есеп. Бірінші есеп 4-тен 1 көбейтілген 3-тен 2. Мұнда алымы мен бөлімдегі тұрған сандарға қарайсыздар. Сонда 2 мен мысалы 4 алымында, біреусі бөлімінде тұр. Оларды біз қысқарта алады екенбіз. Екеуін де 2-ге қысқарттым. Мұнда 1 жауабын жазамын, мына жерде 2 болады. Басқа қысқаратын сандар жоқ. 1 мен 3 қысқармайды, 1 мен 2 қысқармайды, 1 мен 3 қысқармайды. Сондықтан 2-ні 3-ке көбейттім, 6, 1-ді 1-ге көбейттім, 1. 9-тан 4 көбейтілген 2-ден 1. Мұнда да 4 пен 2 қысқарады, 1, мұнда 2. Сонда 2 мен 1-ді көбейттім, 2, 9 мен 1-ді көбейттім, 9 болады. Үшінші есеп. 3-тен 2 көбейтілген 8-ден 3. Мұнда 3 пен 3 екеуінде 3-ге қысқартамыз, яғни 1, мұнда да 1 қалады. Және 8 пен 2-ні екеуінде 2-ге қысқартамыз, мұнда 1, мұнда 4. Сонда 1, 4, 1, 1 деген сандар ғана қалды. Көбейтеміз, 1 мен 1-ді көбейттім, 4 пен 1-ді көбейттім, 4-тен 1 шықты. Енді 4-ші есеп. 12-ден 5 көбейтілген 9-дан 8. 8 пен 12-ні 4-ге қысқарталамын, мұнда 2, мұнда 3. Басқа қысқаратын сан жоқ. Алымы мен алымында тұрған сандар, бөлімде тұрған сандарды қысқартамаймыз. Сонда оларды көбейтеміз. 3 пен 9-ды көбейтеміз, 5 пен 2-ні. Себебі көбейтіп атқан себебіміз бұл жерде басқа қысқаратын сандар жоқ. Егер бөлшек қысқармайтын болса, онда біз алымына бөліміне көбейтіп жазуымыз керек. Мұнда 8 пен 16-ның екеуінде 8-ге бөлем. Мұнда 8-де 1, 16-ның үстіне 2 қоям. 15 пен 25-ті 5-ге бөлем. 3, мұнда 5. Сонда 10-нан 3 болады. 6-шы есеп 2-ден 1 көбейтілген 3-тен 2. 2 мен 2-ні қысқарттым, 1 қалды. Сонда 1-ді 3-ке көбейттім, 1-ді 1-ге көбейттім, 3-тен 1 қалды. 7-ші есеп. 4-тен 3 көбейтілген 6-дан 1. 6 мен 3-ті бөлем, яғни қысқартам. 1, мұнда 6-ны 3-ке бөлдім, мұнда 2. 3-ті 3-ке бөлдім, 1. Басқа қысқаратын сан жоқ. 1-ді 1-ге көбейтем, 4-ді 2-ге көбейтем. 8. Енді 8-ші есеп. 15-тен 7 көбейтілген 7-ден 5. 7 мен 7-ні екеуін де 7-ге бөліп жіберем, 1 қалады. 5 пен 15-ті екеуін де 5-ге бөлем, мұнда 1 қалды, мұнда 3 қалды.
басқа сандар бізде қысқармайды, сондықтан 3-тен 1 деп жазып қояды екенбіз. Осымен біздің есептеріміз аяқталды. Видео сіздерге ұнаған болса және есептер түсінікті болса, каналға лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар достарыңызбен бірге бөлісіп, есептің шығару жолдарын үйреніңіздер. Келесі видеоларда кездескенше.